оқушылар, әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі көңіл-күйімізді көтеру мақсатында сиқырлы тақия ойынын ойнаймыз. Бұны біз қазір бірімізге кигізген кезде музыканың ырғағымен бір-бірімізге кигіземіз. Және ақындардың, жазушылардың атын атаймыз, Егер музыка тоқтағанда қалпақ кімнің басында қалса, сол сұраққа жауап береді. Келістік па? Жарайды. Ал бастайық, ойынымызды бастайық. Абай Құнанбай қай жылы туылған? 1845. Ой, жарайсың. Келеді. Қалай жалғастырамыз? Жақсы. Абайдың әжесінің аты кім? Зерек. Өте жақсы. Бастаймыз. Жақсы. Абай атамыздың қандай өлеңдерін білесің? Абай атамыздың ғылым батпай мақтанба тағы басқа өлеңдері. Тағы басқа көп қой, жасында? Жақсы. Ал саған сұрақ, Абай аталарың қай жылы дүниеден өтті? 1900. Абайдың отбасы мүшелерін атай қойшы. Зере, Ұлжан, Құнанбай. Жақсы. Жақсы. Балдар. Ал Абай атамыздың әнмен айтылатын қандай әні бар? Көзімнің қарасы. Жақсы, көзімнің қарасы. Рахмет. Ал енді күн ұстағанда қызылдар тобынан және қай тұс қалдыңыздар? Жасыл. Көк тұс қалды. Көк тұсымыз қай тоққа барамыз? Өз орнымызға отырады екенбіз. Ал балалар, біз бүгін сендермен бірге Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңіндегі типтік бейнелер деген тақырып өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби туындыдағы кейіпкерлердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау және шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтау. Бұл өлеңінде Абай атамыз ғылым таппай мақтанба деген өлеңі арқылы оқушыларды 5 асыл істі үйренуге, 5 дұшпанды білуге шақырады. Бүгінгі сабағымыздың топ ережесін құрып алайық. Қандай ереже білеміз? Бір-бірін сыйлау. Жақсы. Сайлау. Бір-біріне көмектесу. Өте жақсы. Тағыдан? Қалай? Көмектесу. Келесі топтан? Өзін және достарын бағалау. Әділ бағалау. Иә, жақсы. Ал дуадайды ғой? Тәртіпке бағыну. Ұйымшыл болу. Сынды дұрыс қабылдау. Сынды дұрыс қабылдай білу. Ал енді топ басшыларын сайлап алайықшы ғана. Бірінші топ қандай өлең айтамыз? Ғылым таппай мақтанба. Ой, жарайсыңдар. Екінші топ? Өте жақсы. Үшінші тобымыз біздің 5 дұшпан. Жасында ғылымдарды ескереді. Жарайсыңдар. Ғылым білім тобы? Мезгілдерге байланысты өлеңдерін еске түсіреді екенбіз. Жарайды. Ал Абай тобы бастай қойыңдар. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай мақтанба. Муарларды шаттанба. Ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, деуің өмірің алдында. Оған қарға десеңіз, өсек өтірік мақтан шақ, еріншек кетер мал шашпақ, 5 дұшпаның десеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл көнсеңіз. Жамандап көрсең нәпіретлі, суытып көңіл тисаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаңда ұқсатпа, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпағы оны сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өте жақсы. Ал 5 асыл тобын көрейік. Мен жазбай өлеңді ермек үшін. Мен жазбай өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертеңді текмек үшін. Көкірек
Теорияның жазымын жасап бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талаптыға көңілінің көзі ашық сергек үшін. Сөзген қисық қынап қырын келмей, сыртын танап үстіппес сырын көрмей, шу дегенде құлағым қызан сүйді, өскен соңындай сөзді бұрын көрмей. Жанғалының алдыңа танытпай, және айта берседі жұрт сынын бермей. Абай Құнанбайұлы жаздығын жерде болғанда, көкорай шалғындай шешек, зары өсіп толғанда, күтпеп жатқан өзенге. Көшіп ауыл қонғанда, жыртылап жатқан шалғыннан жана құлтылдар, ат айырылар биелер. Сор бұлт сөз оқ қаптай аспан, көз болып ұңғыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, қонғаныма, жылқы ойнап ел ашқан тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айылған ағаш қой. Қыз ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды, үсті басы ақ қара түсі суық, басқан жері сақырлап келіп қалды. Дем алса үскіріп аязбен қар, кәрі қыдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киген оқшыр айтып, аязбенен қызарып ажарланды. Біз енді Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңіне байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші топ Абай тобы. Сендер Попс формуласы бойынша осы ғылым таппай мақтанба өлеңінің құрылысын естисіңдер, талдайсыңдар. Попс формуласы бойынша. Білеміз ғой, менің байқауымша, мен оны былай дәлелдеймін деген секілді. Ал екінші топ, бес асыл тобы бізде сендер қос күндері арқылы осы ғылым таппай мақтанба өлеңін естиміз, құрылысына қарай талдаймыз. Өлеңнің құрылысына қарай талдауды білеміз ғой? Білеміз. Қалай талдайтын едік? Буын, бунақ, дұрыс, алда шумақ тармағын табады екенсіз. Жарайды, онда орындай беріңдер. Ал бес дұшпан тобы, біз енді осы Абай атамызға болмасаң да ұқсатпақ деген айдар арқылы өлең шығарамыз. Келісіп па? Жақсы, келіседі. Ал ғылым білім тобы, сендер Абай аталарының табиғат мезгіліне байланысты, ғылым білім тобы, сендер Абай аталарының жыл мезгілдеріне байланысты өлеңдеріне бір суретті саламыз. Ал өлеңдерін тас үйлесін бастаймыз. Уақытымыз болды. Ал дайын болсақ, дайынмыз деп белгі береміз. Қай топ дайын екен? Жақсы. Бірінші топ Абай тобы дайын. Тағы бес асыл тобы. Бес дұшпан тобы қалай болады екен? Дайынбыз ба? Өте жақсы. Білім ғылым тобы. Өте жақсы. Керемет. Жақсы. Бес ақылы шыңына жету үшін адал әдепті болу керек. Абай атамыздың айтқан жақсы қасиеттерін ұстану керек. Егер әдепті білімді болса, болашақта жақсы маман иесі боласың. Мысалы, мұғалім, журналист, дәрігер, тағы да басқа елге адал қызмет етеді. Мазмұны, Абай Құнанбайұлы атамыз адамдардың жақсы қасиетін айтып өткен. Мысалы, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой деп жақсылықтан ғибрат алуға шақырған. Абай атамыздың өлеңін оқи отырып, біз мынадай қорытындыға келдік. Ең бірінші, ғылым білімді үйреніп, елге қызмет ету. Екінші, жаман қасиеттен жиреніп, жақсы қасиетті бойымызға сіңіру керек деп ойлаймыз. Жақсы, өте жақсы. Авторы Абай Құнанбаев, тақырыбы ғылым таппай мақтанба. Идеясы жастарды білімге, ғылымға, өнерге шақыру. Ғылым таппай мақтанба өлеңінде 60 шумақ бар. 25 тармақ, 7-8 буын, 2 бунақ. Біздің топ Абай Құнанбайұлы атамызға арнап өлеңдер шығарды. Абай ақын кемеңгер ақыл ойлы, ар намысты ожданда абыройлы, әдемі сыншыл да шыншыл өлеңдері таңғалдыра толғанып жайлар қойды. Абай дана бері ақын, олар бізді халқына жақын. Өлең мәнін ұғынып өзгелерге, ойлы өлең газ деген келді. Ғылым таппай мақтанба өлеңін жаттап өсіппіз. 5 асыл өнеге бойымызға жүйткіппіз. Елден ерекше, қолыңнан келмейді, тырыспа десе айнала.
Сенімді көзбен өзіне ғана айнадан айға дауышқан, ойланып тапқан шақты өзгеше емес, өзің сияқты жай адам. Гүлден ерекше дәріні ешкім ішпеген, тура басына аспаннан ақыл түспеген. Сымсыз телефон, сымсыз көлікті біздер де бір адам мың ойлап қолымен құрап істеген. Жарайсыңдар оқушылар. Абай Құнанбайұлы табиғаттағы 4 мезгіл туралы да өлең шығарған. Солардың біреуін біз ақпаратқа түсірдік. Бұл күз мезгілі. Бұл жерде жапырақтар жерге түсіп, құстар жылжаққа ұшып жатыр. Күзде халқымыз жиын-терінді аяқтайды. Қаңбамыз астыққа толды. Абай Құнанбайұлы күз өлеңі. Сор болып суық қаптайды аспан, күз болып дыңқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Қарбаша түстер арқылы жарайды. Бір сары қалғаны бізден жасыл болып тұр. Енді кері байланыс алайық. Камшат, не үшін сары қойды? Иә? Қателесіп қалды ма? Жақсы. Bir жерінде қате жіберіпті. Жарайды. Келесі топ 5 дұшпан тобы бізде бағалаймыз. Қалған 3 топ 5 дұшпан тобын бағалаймыз. Жақсы. 2 сары болды бізде. Жақсы балалар. Олай болатын болса, енді біз осы Абай атамыздан қалған, ұлы данышпандардан қалған бір асыл мұрамыз бар екен. Міне осы асыл мұрамызды қазір біргелікте әр топ өзі тобымен іздесінші. Қандай мұра қалдырған екен бізге? Ал іздейік. Қақтыңдар, өте жақсы қане, ой жарайсың. Қазір ішін ашып көреміз не бар екен. Абай тобы тапты, және ғылым білім тобы тапты, ең соңында бізде 5 дұшпан тобы тауыпты. Жарайды, ең осы тапқан дүниелерімізді ашамыз. Ішінде не бар екен? Қағаз бар екен. Ол қағазды оқимыз. Қане бірінші топтың басшысы тез оқып жүр. Бірлік, природа, лирика, табиғат, музыка, лирика, натур, Жақсы. Неше түрлі тіл жазылыпты? 3 тілде сөздер жазылыпты. Уақытпен санасамыз, ережемізде бар. Дайынбыз ба? Бұны белгілеп екран дайынбызақ. Өте жақсы. Енді әр топ өзінің жаңағы тапқан жұмбақтарын апарып іле беруге болады. Жақсы, керемет, рахмет. айтып болдық. Ал енді бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін барлығымыз өз-өзімізге рахмет айтып қояйықшы бәрі. Оң қолымызды кеудеге қойып, өз-өзіңе рахмет. Өз-өзіңе рахмет. Жарайсыңдар. Топтар өзіміздің кері байланысымызды апарып біле береміз.
келесі қай топ дайын шығамыз. Жақсы. Келесі топты келерімізді ес дұшпан тобы. Ғылым білім тобы. Енді тапсырмалы баламыз балалар, олай болатын болса, үйге осы Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңін жаттап келеміз. Және осының ішінде бізге түсініксіз болған, жаңадан таныс емес сөздер болатын болса, соны сөздік дәптерімізге жазып келеміз. Бағаларды қойып беремін. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа барлық топ белсене қатысты. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді келесі сабақта кездескенге дейін қош сау болыңдар.